Бұл сейсенбінің басқа күндерден айырмашылығы жоқ еді. Нью-Йорктегі 100 мыңдаған ерлер мен әйелдер кезекті жұмыс күндеріне дайындалып жатты. Сол күні ауа райы керемет. Жылы, бұлтсыз ашық аспан ұшақ сапарларына өте ыңғайлы. Уақыт таңғы 7:00. Бұл уақытта біреулер көзін зорға ашып, ұйқысынан тұрып жатса, енді біреулер көлігіне жүгіріп, бірінші жұмыс күніне кешікпеуге тырысып жатты. Кейбір әйелдер балаларына таңғы ас беріп, басқалары шашын реттеп, макияж жасап әлек. Ер адамдар жаңа көлікке сай келетін галстук іздеп, немесе итін серуендетіп жүр. Не болса да, бүгін осылардың барлығын бір оқиға біріктіреді. Таңертең олардың бәрі Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының символына айналған егіз мұнараларға қарай бет алады. Қарапайым тұрғындар үшін әдеттегідей күн болғанымен, бұл уақытта 19 террорист ақш әуежайындағы барлық тексерулерден өтіп, рейстің бортында отырған еді. Олар бұл ұшақтарды басып алып, жаппай қырып жою қаруына айналдыруды жоспарлады. 2001 жылдың 11 қыркүйегінде адамзат тарихындағы ең қанды террористік актілердің бірі орын алды. Сол күні Аль-Каида деп аталатын халықаралық террористік ұйым мүшелері бір қатар жоспарлаған шабуылдар жасады. Террористер 4 азаматтық ұшақты басып алып, оларды бейбіт нысандарға бағыттады. Егіз мұнараларға, Пентагон ғимаратына және тағы бір ұшақ Вашингтонға бет алғанымен Пенсильванияда құлады. Бұл теракт тарихтағы ең қанды террористік шабуыл ретінде аталды. Шынымен де ЦРУ болашақ террористер жайында біліп, ақпаратты әдейі жасырды ма? Неге ақш президенті өз елінің мыңдаған азаматы қырылып жатқан кезде балаларға арналған ешкі туралы ертегіні оқып отырды? Және қалайша BBC тілшісі кадрда әлі ғимарат құламаған кезде оның құлағаны жайлы хабарлама берді? Сіздермен бірге Шакамуро. Бүгінгі шығарылымда біз Усама бен Ладеннің әлемді дүр сілкіндірген егіз мұнараларға жасаған террористік шабуылы жайлы айтатын боламыз. Қазір енді 25 жыл артқа шегініп, 2001 жылдың 11 қыркүйегіне оралайық. Мұхаммед Атта, Абдул-Азиз Аль-Амари, Сатам Аль-Суками және ағайынды Ваел мен Валид Аль-Шехри 2001 жылдың 11 қыркүйек таңында Бостон әуежайындағы барлық бақылау тексеру пунктлерінен еш қиындықсыз өтіп, Лос-Анджелеске ұшатын рейске отырады. Олар таңғы шамамен 7:30-да ұшаққа мініп, бірінші және бизнес кластағы алдыңғы орындарға отырады. Бұл жай ғана жайлықты шексіз сусын мен мейрамханалық тағамды ұнатқандықтан емес еді. Бұл орындар ұшқыш кабинасына ең жақын орналасқан еді. 11 қыркүйек оқиғаларын тергеу жөніндегі комиссияның ресми есебіне сәйкес, таңғы 7:59-да Boeing 767 ұшағы Логан халықаралық әуежайынан 14 минуттық кешігумен ұшып шықты. Бортта 92 адам болған, 11 экипаж мүшесі және 81 жолаушы. Олардың 5-еуі террористер еді. Шамамен 15 минуттан кейін ұшақты басып алу операциясы басталады. Алдымен қылмыскерлер салонда жолаушыларға қызмет көрсетуге дайындалып жүрген қарусыз 2 бортсерікті ауыр жаралайды. Сол сәтте террористердің ішіндегі ұшақты басқаруды білетін жалғыз адам Атта пилоттар кабинасына кіруге тырысты. Осы кезде террористердің дәл артында отырған жолаушы Дэниел Левин оларға кедергі жасау барысында пышақ жарақатын алады. Айта кету керек, Левин Израиль қорғаныс күштерінде 4 жыл офицер болып қызмет еткен. Ол өзінің алдында отырған ұшақ басып алушыларды тоқтатуға әрекет жасаған жалғыз адам болды. Бірақ ол артында тағы бір террорист отырғанын білмеді. 2001 жылғы Азаматтық авиация федералдық басқармасының алғашқы қызметтік жазбасында оның оққа ұшқаны айтылған. Алайда кейіннен бұл мәлімет жоққа шығарылды. Оның орнына пышақ жарақаты туралы нұсқа енгізілді. Шамасы артында отырған террорист оны бауыздап тастаған болса керек. Осылайша Дэниел Левин 11 қыркүйек терактілерінің алғашқы құрбанына айналды. Ақырында террористер пилоттар кабинасын толық басып алып, ұшақты басқаруды өз қолына алады. Ұшақ басып алынғаннан кейін шамамен 5 минут өткен соң бортсеріктер Бетти Онг пен Медлин Суини жермен байланысқа шығады. Біз осыған дейін айтылған мәліметтерді солардың арқасында білеміз. Апатқа 2 минут қалғанда Суини соңғы сөздерін айтты. Құдайым-ай, біз тым төмен ұшып бара жатырмыз. Осыдан кейін байланыс үзілді. 8:46 American Airlines компаниясының 11 рейсі Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының солтүстік мұнарасына шамамен сағатына 790 шақырым жылдамдықпен соғылады. Ұшақ ғимараттың 93 пен 99 қабаттарының арасына толықтай кіріп кетеді.
Ғимарат бойымен жерге дейін және қайта жоғары қарай қуатты соққы толқыны өтеді. Шамамен 45.000 литр авиаотын сыртқа төгіліп, ұшақ пен ғимараттың қирандыларымен араласып, алапат өртке себеп болады. Борттағы барлық адам, сондай-ақ мұнара ішіндегі белгісі жүздеген немесе мыңдаған адам бір сәтте қаза тапты. Ал соқтығысқан жерден төмен орналасқан адамдардың бір бөлігіне шұғыл эвакуациялану мүмкіндігі туады. Бірақ жоғарыда қалғандар үшін барлық шығу жолдары жабылып, 1344 адам қамалып қалды. Кеңсе бөлмелерін өрттен кейінгі түтін мен жанармай иісі толтырып жатты. Соққыдан кейін хаос пен дүрбелең басталады. Адамдар қорқыныштан есеңгіреп, қайда барарын білмей қалады. Баспалдақтар бітелген, айнала айқай, ыңырсу және мәйіттерге толы. Солтүстік мұнараның 89-шы қабатында болған қызметкер Дайан де Фонтес әріптестермен бірге шок күйінде болған еді. Сол сәтте ол сары касканы байқап бір ғажайып орын алады. Құрылыс инспекторы әрі бұрынғы теңіз жаяу әскері Пабло Ортис жағдайды өз қолына алады. Ол әкімшілік қызметкерлерінен құралған топпен бірге жарылысты ести сала, еш ойланбастан адамдарға көмектесуге ұмтылды. Олар жолдарды тазалап, адамдарды шығу есіктеріне бағыттайды. Паблоның әйелі онымен хат алмасып, күйеуінің ғимараттан шығып үлгеруін тілеумен болады. Бірақ оның 10:28-де жіберген соңғы хабарламасын Пабло оқып үлгермеді. Үйде отырған Паблоның әйелі теледидардан тікелей эфир арқылы күйеуі жүрген солтүстік мұнараның құлағанын көреді. Мұнара оның күйеуін және ол жан сала құтқаруға тырысқан жүздеген адамдарды өзімен бірге көміп тастады. Нәтижесінде Пабло Ортис бастаған әкімшілік қызметкерлері өз өмірлерін құрбан ете отырып 80 адамды аман алып қалады. Соның ішінде Дайан де Фонтес пен оның әріптестері де бар еді. Ал 93-ші қабаттан жоғарыда қалған адамдар үшін жағдай өте қиын болды. Соққы аймағынан жоғарыда қамалып қалған шамамен 1500 адамның кейбіреулері азапты өлімнен немесе күтуден бас тартты. Құтқарушылар келемдегенше бәрі кеш болатынын түсінгендер өз-өздеріне қол сала бастайды. Әртүрлі деректер бойынша шамамен 100-250 адам терезеден секіріп кеткен. 400 метр биіктіктен құлаған адамға не болатынын елестетудің өзі қорқынышты. Осы сәттердің көптеген үрейлі фотосуреттері де сақталған. Соның бірі құлап бара жатқан адам деп аталатын әйгілі сурет. Оны фотограф Ричард Дрю трагедиядан шамамен 1 сағат өткен соң түсірген. Алғашында бұл фото қатты сынға ұшырап, кейбіреулер оны жиіркенішті, тіпті садистік деп атады. Алайда уақыт өте келе ол мойындалды. Британ әншісі Элтон Джон бұл суретті аса қайғылы сәттің ең әдемі бейнесі деп атап, оны жеке коллекциясына сатып алған. Адамдар өрттен, қирандылардан және астындағы едендердің опырылып кетуінен қашу үшін секірді. Сол уақытта жер бетінде Нью-Йорк билігі, өрт сөндірушілер мен полиция қала тарихындағы ең ірі құтқару операциясының бірін бастап кеткен еді. Ауданға жүздеген техника мен мыңдаған құтқарушы жұмылдырылды. Дәл осы сәтте оңтүстік мұнараға екінші ұшақ келіп соғылады. 1 минут бұрын жай ғана апат болып көрінген жағдай адам ақылына сыймас сұмдыққа айналды. Оқиғаны тірідей немесе тікелей эфирде көргендер бұдан асқан жамандық болуы мүмкін емес деп ойлады. Бірақ олар қатты қателесті. Себебі бүгін адам аяқ астындағы жер бірнеше рет сілкінеді. Ал енді уақытты кішкене артқа шегеріп, оңтүстік мұнарадағы екінші трагедияны реттеп баяндасақ. Солтүстік мұнарадағы соққыдан 14 минут өткен соң, яғни сағат 9:00-де Коннектикут штатының тұрғыны Ли Хэнсон өзінің ұлы Питерден телефон қоңырауын алады. Ал Питер United Airlines 175 рейсінің жолаушысы еді. Әке, жағдай өте нашар. Борт серік жараланған. Ұшақтағы ахуал өте ауыр. Жолаушылар дүрбелеңде. Кейбіреулердің жағдайы тым нашар. Менің ойымша, олар Чикагоға немесе басқа жаққа ұшып барып ғимаратқа соғылмақ. Уайымдама, әке. Егер бұл орын алса, бәрі өте тез болады. Құдаймай, өзің сақтай көр. Ли телефонның арғы жағынан әйелдердің айқайын естиді де байланыс кенеттен үзіледі. Сол сәтте ол жүгіріп барып теледидарды қосады да экраннан баласы отырған ұшақтың ғимаратқа соғылғанын көреді. United Airlines компаниясының 175 рейсі Бостоннан Лос-Анджелеске ұшуы тиіс еді. Бірақ ақырында Нью-Йоркте апатқа ұшырады. Борттағы террористер саны, тактикасы және тіпті отырғызу уақыты бірінші ұшақты басып алумен толықтай сәйкес келді. Марван Аш-Шехи, Фаяз Банни Хамад, Махант Аш-Шехри және ағайынды Хамза мен Ахмед Әл-Хамди басқа жолаушылармен бірге ұшаққа отырды. Бортта барлығы 65 адам болды. Олардың 9-ы экипаж мүшелері еді. United 175 рейсінде бірдеңе дұрыс емес екені туралы алғашқы жедел белгі 8:47-де тіркелді. Ұшақ 1 минут ішінде радио маяк кодтарын 2 рет өзгертті. Одан кейін ол белгіленген биіктіктен ауытқи бастады. Нью-Йорк авиадиспетчерлері ұшақпен бірнеше рет байланыс орнатуға тырысты.
бірақ бәрі нәтижесіз болды. Шамамен осы уақытта террористер стюардессаға шабуыл жасап, оны ауыр жарақаттайды. Кейіннен 2 пилотты өлтіріп, ұшақты толығымен басып алады. 9:03-те United 175 рейсі дүниежүзілік сауда орталығының оңтүстік мұнарасына жантүршігерлік жылдамдықпен соғылады. Енді бір сәт ойланып көріңіз. Ұшақтың жылдамдығы шамамен сағатына 1000 шақырым болған. Ол бірінші ұшақпен бірдей еді. Тек бұл жолы ғимараттың 78 бен 85 қабаттарының арасына соғылды. Соққының күші соншалық, лайнердің бөлшектері ғимаратты тесіп өтіп, шығыс және солтүстік жақтан сыртқа ұшып шықты. Ұшақтың сынықтары көшеге құлап, кейбір бөлшектері бірнеше кварталға дейін шашырады. Бұл қорқынышты көріністерді бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам көріп отырды. Кейін оңтүстік мұнараға соғылған ұшақ тікелей эфирде апатқа ұшыраған жалғыз ұшақ ретінде танылды. Екінші соқтығысудан кейін барлығы түсінікті болды. Бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Америка құрама штаттарына жаппай шабуыл жасалып жатқаны анықталды. Екінші жарылыстан кейін соққы аймағынан төменде қалған адамдарды жедел эвакуациялау басталды. Ал жоғарыда қалғандар төмен түсе алмай, өрттен қашу үшін шатырға көтерілуге мәжбүр болды. Бұл бақылаусыз отты өрт сөндірушілер барынша жанқиярлықпен сөндіруге тырысты. Оқиға орнына Нью-Йорк өрт сөндіру қызметінің қызметкері Дэниел Сур келді. Жақындары оны Дэнни деп атайтын. Ол оңтүстік мұнараға қарай бірнеше қадам жасағаны сол еді. Кенеттен сол жерде көз жұмды. Қалайша, ол ғимараттың ішіне кіріп те үлгермеді ғой деген сұрақ туындады ма? Себебі жоғарғы қабаттан өзіне қол салмақ болған әйелдің денесі тура Дэннидің үстіне келіп құлайды. Салдарынан Дэнни көптеген ауыр жарақаттар алып, оқиға орнында көз жұмды. Дэниел Сур егіз мұнараларда қаза тапқан алғашқы өрт сөндіруші болды. Оның өлімі үйіне қайта алмаған батырлардың ұзын тізімінің тек басы еді. Соққы кезінде ғимарат ішінде болғандардың арасында банк қызметкері Стэнли Прайм Натх та бар еді. Ол телефонмен сөйлесіп отырған кезде терезеден өзіне қарай ұшып келе жатқан ұшақты көреді. Оның бойын бұрын соңды болмаған үрей билейді. Тұтас лайнер бүкіл ғимаратты жермен жексен ететіні анық. Мен кету керекпін. Маған қарай ұшақ ұшып келе жатыр, деп айтатты Стэнли тұтқаны қоя салады. Одан кейін ол үстелдің астына жасырынады. Бірнеше секундтан кейін ұшақтың қанаты оның кеңсесін қақ жарып, төбе құлап, есік жарылып кетеді. Шаң тозанның арасында жатқан Стэнли дұға жасап көмек сұрайды. Егер ол күзетшінің сөзіне құлақ аспағанда, біз бұл оқиғаны естімес едік. Солтүстік мұнараға шабуылдан кейін оңтүстік мұнарадағы көптеген қызметкерлер кетпек болды. Тіпті бірінші қабатқа дейін түседі. Бірақ күзетшілер оларды кері қайтарып, барлығы бақылауда, кеңселеріңізге қайтыңыздар дейді. Стэнли де айтқанға көніп, 81-ші қабаттағы кеңсесіне қайта көтерілген еді. Енді ол үйінде астында қалып, қызы мен әйелін тағы бір рет көру үшін көмек сұрап айқайлап жатты. Оның даусын Брайан Кларк естиді. Сол сәтте ол жоғары көтеріліп, сол жақта көмек күту керек деп дауыстап жатқан еді. Барлық әріптестері шынымен де дәл солай істеп жоғары қарай көтеріледі. Ал Брайан Стэнлидің даусынан назар аударады. Ол оны үйінде астынан шығарып алып, екеуі 1 сағат бойы төменге түседі. Ғимараттан шыққаннан кейін бірнеше минут өткен соң, олардың көз алдында мұнара қирап түседі. Кейін Брайан сол күнді былай еске алады. Айналамдағы адамдар шошып жүгіріп жүргенде, мен қаза тапқандар туралы емес, ғимараттың инженерлік құрылымы, соққыға шыдамаған бөлшектері жайлы ойладым. Мен сол сәтте бәріне немқұрайлы қарадым. Санам сол күнгі жағдайды осылай қабылдауға тырысқан сияқты. Бұл оқиғаның бір таңғалдырғаны, Брайан өзін ғана емес, Стэнлиді де құтқарды. Ал оның әріптестері мен жақындары керісінше шатырға көтеріліп, шамамен 60 адам сол жерде өлімдерін сұмдық жағдайда қарсы алды. Айтқандай, Брайан мен Стэнли әлі күнге дейін дос, тіпті бір-бірін бауырлар деп атайды. Мұнаралар маңында хаос болып, адамдар қаза тауып жатқанда, ақш президенті Джордж Буш бастауыш мектеп оқушыларына қыз бен оның үй жануары Лақ туралы ертегі оқып отырған еді. Ақ үй аппаратының басшысы Эндрю Карт келіп, екінші ұшақ мұнараға соғылғанын және Америкаға шабуыл жасағанын хабарлаған сәт әлемге әйгілі кадрға айналды. Президент бұл хабардан кейін де сабыр сақтап, еш эмоция білдірмей оқуды жалғастырды. BBC-дің 11 қыркүйек туралы деректі фильмінде Буш бұл сәтті былай түсіндіреді. Ол балаларды қорқытпау үшін сыныптан шығуға қолайлы сәтті күткен. Сол кезде президент те, сарапшылар да, қарапайым адамдар да трагедияның шынайы ауқымын елестете алған жоқ.
Барлығы ғимараттың конструкциясы мұндай соққыға төтеп береді деп сенді. Бұл сенім негізсіз емес еді. Мұнаралар инновациялық болат құбырлы құрылыммен, жеңіл ішкі қабырғалармен және аса мықты болат іргетаспен салынған болатын. Олар тіпті кейбір тіректерінен айырылған жағдайда да құламауы тиіс еді. Жобалаушылардың айтуынша ғимараттар дауылды желге де, тіпті Boeing 707 секілді орташа ұшақтың соққысына да шыдай алуы керек болатын. Алайда бұл болжам қате болып шықты. Екінші жолаушы ұшағы соғылғаннан кейін 55 минут 51 секунд өткен соң, яғни 9:59-да оңтүстік мұнара небәрі 10 секундтың ішінде толықтай қирап түсті. Құлауына бірнеше минут қалғанда брокер Рон Ди Франческо ғимараттан қауіпсіз қашықтыққа жүгіріп шығады. Бұған дейін ол зардап шеккендерге көмектесуге тырысқан. Бірақ айналасын жайлаған жаппай дүрбелең, жан-жақтан қиналып жатқан адамдар оны қатты қорқытып, ақыры қашып кетуге мәжбүр етеді. Көп ұзамай Рон есінен танып, тек ауруханада ғана омыртқасының сынғанын біліп, есін жинайды. Таңғаларлығы, ол оңтүстік мұнара құламай тұрып, ғимараттан шығып үлгерген соңғы адам болды. Әртүрлі бағалаулар бойынша бұл мұнара 500-ден астам адамның өмірін қиған. Құлау салдарына ғимарат ішінде болған барлық бейбіт тұрғындар мен жедел қызмет қызметкерлері, тіпті көрші көшедегі Мэриот қонақ үйінде болған азаматтар қаза тапты. Алып ғимарат өз-өзінен ішке қарай опырылып, Манхэттенді тұтастай басып қалған жойқын шаңды дауыл тудырды. Қаланың бұл бөлігі сұр жамылғының астында қалғандай болды. Адамдар апат орнынан асығыс қашты. Көпшілігі улы шаңнан дем ала алмай қалды. Солтүстік мұнара маңынан құтқару қызметіне түскен қоңыраулардың саны өте көп болды. Таңғы сағат 10-да кейбір бөлмелерде, соның ішінде 92 және 79 қабаттарда әлі тірі адамдар болған. Алайда қоңыраулардың көптігіне қарамастан, операторларда жеткілікті ақпарат болмады. Ешкім не болып жатқанын түсінбеді. Мүмкін көптеген адамдар өз бетімен эвакуациялана алар еді. Бірақ оларға орнында қалу және ешқандай әрекет жасамау ұсынылған. Ал бұл кейін түсінгеніміздей өте үлкен қателік болды. Ең қорқыныштысы, солтүстік мұнарадағы адамдар көршілес ғимараттың толығымен құлағанын мүлде білмеген. Байланыс үзіліп тұрды. Құтқарушылар мен полицейлердің бір бөлігі ғимараттан шығу және өзгелерді эвакуациялау туралы бұйрықты ала алмады. Осылайша жүздеген адам құтқарылу мүмкіндігінсіз тұзақта қалды. Алғашқы мұнара құлағаннан 29 минут өткен соң, оның егіз бауыры екінші мұнара құлайды. Нәтижесінде жоғарғы қабаттағы барлық бейбіт тұрғындар, төменде болған белгісіз сандағы адамдар және ондаған құтқарушы қаза тапты. Сонымен қатар өрт сөндіру қызметінің басшысы, полиция басқармасының басшысы және басқа да көптеген басшылық қызметкерлері көз жұмды. Барлығы шамамен 1600 адам қайғылы жағдайда қаза тапты. Сол күні жаңалықты ести сала апат орнына ағылған көптеген еріктілер болды. Алайда бұл оқиғалардың бәрі құтқарумен аяқталған жоқ. Көмектесуге келгендердің көбісі қайтыс болды. Мына танымал фотода сіз Майкл Джардж есімді дін қызметкерін көріп тұрсыз. Ол да басқа бейжай қарамаған жандар секілді теракт туралы ести сала көмекке келген. Оның көмегі физикалық емес, руханиет. Пастор Майкл оқиға орнына келген соң қаза тапқандар үшін дұға етіп, солтүстік мұнараның қолында тірі қалғандарды жұбатты. Ал ауыр жараланғандармен олардың өмірінің соңғы сәттерін бірге өткізді. Сол таңда ол барлығы үшін сабырдың тірегі болды. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Ешкім оңтүстік мұнараның соншалықты тез құлайтынын күтпеген еді. Сағат 9:59-да ғимарат құлаған кезде оның қирандылары солтүстік мұнараның қолына түсіп, ішінде болғандардың бәріне ауыр жарақаттарды салды. Сол ауыр жарақат алғандардың ішінде пастор Майкл да бар еді. Келесі оқиға анау айтқандай сұмдық емес, бірақ сөзсіз қайғылы. Лейтенант Кларенс Синглтон сол трагедиядан кейін 1 жыл бұрын зейнетке шығып, тыныш өмір сүріп жүрген. Бірақ сол қаралы күні радиодан жаңалықты ести сала, бұрынғы өрт сөндіруші ретінде ол үйде қала алмады. Бірден оқиға орнына аттанды. Оның айтуынша барған кезде ол нағыз елес қалаға тап болды. Айнала шаң, қоғыс, айқай мен мәйіттерге толы еді. Солтүстік мұнараға қарай үйінділер арасымен өтіп бара жатқанда мұнара құлайды. Ғимараттың құлаған сәті есінде қалмаған, тек шығып кеткен иығындағы ауырсынуды ғана сезді. Кейін Синглтон үйінділерді тазалауға, тірі қалғандар мен қаза тапқандарды іздеуге көмектесті. Ол теракт туралы былай дейді: Мен қатты ашуландым. Мұндай трагедия Америкада болады деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Мен Вьетнамды көрген теңіз жаяу әскермін. Бірақ 11 қыркүйекте болған оқиғаны ештеңемен салыстыру мүмкін емес. Қайғы өз үйіңде болғанда жарасы да тереңірек болады екен.
Трагедиядан соң өрт сөндіруші өзінің тірі немесе өлі екенін ажырата алмады. Ол өзін шынымен осында жүрмін бе, әлде дүниежүзілік сауда орталығының қирандыларының астында әріптестермен бірге жерленіп қалдым ба деп ойлай берді. Оның бөлмесінде әлі күнге дейін қаза тапқан әріптестерінің ондаған суреттері сақталған. Айта кету керек, сол күні құтқарушылар рөлінде тек адамдар ғана болған жоқ. Амар Ривера әдеттегідей 71-ші қабатта өз кеңсесінде отырған кезде кенет қатты гүрсіл мен адамдардың айқайын естиді. Және өткір жанармай иісін сезеді. Әріптестері абдырап, не істеу керегін талқылап жатты. Ал Амар іште дұға оқып, өзін тынышталдыру үшін иті Солтиді шақырды. Көп замай ол қарғыбауды алып, досына толық сеніп, шығуға беттеді. Бұл оқиғаның ерекшелігі Амар мүлдем соқыр еді. Амар 14 жыл бұрын глаукомадан көз жанарынан айырылған. Содан бері оны тек күнделікті жолдармен ғана емес, эвакуация бағыттарымен де жүргізуге үйретілген жолбасшы иті алып жүретін. Баспалдақпен түсіп келе жатып, Амар айналада болып жатқан заттарды бір жағынан көрмегеніне де қуанды. Айнала толған хаос, дем алуда қиын болды. Амардың үміті үзіліп, бұл жерден шыға алмайтынын түсінгенде, иттің мойнындағы қарғыбауды шешіп, Солтиге қашып, өзін құтқаруды бұйырады. Ит иесін тыңдап, жүгіре кетті. Иә, осымен оқиға аяқталды деуге болатын еді. Алайда бірнеше минуттан кейін ит өзімен бірге құтқарушыларды ертіп оралды. Адамдарды құтқарған үшін Солти және тағы бір жолбасшы ит Розель Дикен медальмен марапатталды. Көп адам 11 қыркүйекті дүниежүзілік сауда орталығына жасалған шабуылмен ғана байланыстырады. Алайда сол күні, сол сәтте, басқа жерде бір мезетте 2 апат орын алды. Мұнараларға бағытталған ұшақтардан бөлек, тағы 2 жолаушылар ұшағы басып алынған еді. American Airlines'тың 77-ші рейсінің бортында 5 террористі қосқанда 64 адам болған. Бұл ұшақ Пентагон ғимаратына соғылды. Нәтижесінде 189 адам қаза тауып, 106 адам жарақат алды. Ал United Airlines'тың 93-ші рейсіндегі оқиға мүлдем басқаша өрбіді. Экипаж мүшелері мен жолаушылар террористерге қарсы шығып, басқаруды қайтарып алуға тырысты. Соның арқасында ұшақ Вашингтонға жетпеді. Соған қарамастан ұшақ Пенсильвания штатындағы Шениксвилл маңындағы далаға құлап, борттағы 44 адамның бәрі қаза тапты. BBC-дің сол күнгі репортаждарының бірінде отқа оранған Манхэттен мен 7-ші қабаттың фонында тұрған тілші ғимарат құламастан алдын оның құлағаны жайлы хабарлайды. Бұл эфир ғимараттың нақты құлауынан шамамен 20 минут бұрын шыққан. BBC мұны сол күнгі бейберекет салдарынан болған қателік деп түсіндірді. Дерек көздер болжамды құлау туралы ертерек хабарлап, жаңалық тым ерте жарияланған. Алайда дәл осы үзінді әлі күнге дейін балама нұсқаларды қолдаушылар тарапынан жиі келтіріледі. Өйткені тікелей эфирде ғимарат әлі құламай тұрып, оның құлағаны туралы хабарлауында бір гәп бар секілді. Осы трагедия жөніндегі соңғы зерттеулердің егжей-тегжейін білгеннен кейін, оқиғалардың ресми нұсқасына қатысты өткір сұрақтар туындайды. Бұл теракт не үшін жасалды? Қылмыскерлердің мақсаты қандай еді? Өздеріңіз білетіндей, ұшақтарды басып алғандар әлемдегі ең ірі исламшыл террористік ұйымдардың бірі Аль-Каидаға тиесілі болған. Оның негізін қалаушы әрі алғашқы әмірі, яғни жетекшісі Усама бен Ладен. 2002 жылдың қарашасында ол Америка халқына хат атты манифест жариялады. Бұл хатта ақш-тың сыртқы саясаты қатаң сынға алынып, 11 қыркүйектегі терактілерге негіздеме берілген. Осы құжатқа сүйенсек, Аль-Каиданың Америкаға жасаған шабуылдардың себептері мынандай болды. Біріншіден, ақш-тың әлемнің әртүрлі аймақтарында мұсылман халқына қарсы жүргізілген әскери операцияларды қолдауы. Мысалы, Сомалидегі шабуылдар, Шешен соғысы, Кашмирдегі қысым, Ливандағы кісі өлтірулер және тағы басқалар. Екіншіден, Американың Сауд Арабиясындағы әскери қатысуы, Израильді қолдауы және Иракқа жасалған қысым. Террористердің көсемі бұл терактілердің басты себебі Израильдің екінші интифада кезеңінде палестиналықтарға қарсы жүргізген репрессиялары болды деп мәлімдеді. Екінші интифада дегеніміз Палестина халқының Израиль оккупациясына қарсы көтерілісі еді. Қанды қақтығыстар 5 жылға созылып, тек 2005 жылы ғана аяқталды. Хат антисемиттік сипатта болып, Израиль мемлекетінің құрылуы мен өмір сүруін аса ауыр қылмыс ретінде көрсетіп, ал америкалықтарды осы қылмыстардың бас ұйымдастырушысы деп айтады. Бұл құжатты ұзақ талқылауға болады, бірақ оның мәнін ең басында айтылған 2 сөйлеммен қысқартуға болады. Неге біз сендермен соғысамыз және қарсы тұрамыз? Жауап өте қарапайым. Өйткені сендер бізге шабуыл жасадыңдар және шабуылдауды жалғастырып келесіңдер.
Осыдан Әл-Каида үшін 11 қыркүйектегі терактілер ақш-тың мұсылман әлеміне жасаған шабуылдарына жауап болғанын аңғаруға болады. Олардың уәждері саяси да, идеологиялық та болды және ұзақ жылдарға созылған қақтығыстармен, соғыстармен және сыртқы араласулармен тығыз байланысты еді. Ақырында 2004 жылы Усама бен Ладен америкалықтарға арналған видео үндеуінде 11 қыркүйектегі терактіні өз мойнына алды. Алайда Америка бұл видео мойындауды алмай жатып, Усама бен Ладенге қарсы іс-әрекетке кіріскен еді. Қайғылы оқиғадан кейін көп ұзамай ақш терроризмге қарсы ауқымды соғыс жариялап, 2001 жылы Ауғанстанға, ал 2003 жылы Иракқа басып кіреді. Америка үкіметінің екі мұнараның құлауына қатысы бар деген кең таралған қастандық теориясын жақтаушылар трагедия таяу шығыстағы болашақ соғыстарды ақтау үшін пайдаланылды деп санайды. Әрине, бұған ресми дәлелдер жоқ, бірақ мұндай болжамдар ақпараттық кеңістікте әлі де тарап, бітпес даулар тудырып келеді. Қалай болғанда да, әртүрлі теорияларға қарамастан 2001 жылғы 11 қыркүйектегі терактілер салдарынан шамамен 3000 адам қаза тапты. Бұл шабуылдар дайындық деңгейі мен ауқымды жағынан бұрын соңды болмаған, сол себепті олар ең ірі террористік әрекеттер ретінде тарихта қалды. Нью-Йорктегі қазба жұмыстары барысында 22 мыңнан астам адам қалдықтары табылды. Алайда 2025 жылға дейін құрбандардың шамамен 40%-і әлі де анықталмаған күйде қалып отыр. Мұнаралар 343 өрт сөндірушінің, 60 полицейдің, 10-дағы медицина қызметкерлерінің және басқа да адамдардың өмірін қиды. Апат орнына келген жүздеген құтқарушы бірнеше ай ішінде улы заттардың әсерінен көз жұмды. 2013 жылы Манхэттенде тұратын 1140 адамнан сол улы шаңның салдарынан қатерлі ісік анықталды. Ал әртүрлі бағалаулар бойынша кейінгі жылдары 6000-нан 25000-ға дейінгі адамдар түрлі ауруларға ұшыраған. Сол күні аман қалған ірі компанияның бас директоры Джонатан Вайнбергтің айтуынша, дәл сол күні қабылданған болмашы шешімдер адамның тірі қалатынын не қаза табатынын анықтады. Бұл сөздер 11 қыркүйек трагедиясының мәнін дәл жеткізеді. Сол қаралы күні қабылданған ұсақ шешімдер, лезде жасалған реакциялар мен кездейсоқ жағдайлар мыңдаған адамдардың тағдырын айқындады. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Егер де сіздерге бұл деректі фильм ұнаған болса, міндетті түрде лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.